Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Жарасқан Әбдірашев атындағы номері 62-ші мектеп лицейінің телестудиясының сәрсенбідегі сәтті сұхбат подкасты. Бүгінгі қонағымыз ерекше. Білім әлемінде 10 жылдық тренерлік тәжірибесі бар, бағыт-бағдар беруші. Қазіргі таңда Қызылорда облысындағы педагогикалық шеберлік орталығының тренері Бауыржан Желманов. Ағай, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Ағай, сізге ең алғашқы сұрағымыз. Бауыржан ағай, осы өзіңізді көпшілікке тренер ретінде таныстырмас бұрын көрермендерімізге өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Әрине бұл тренерлік жұмысқа мен бірден келген жоқпын. Өзім 144-ші орта мектепте тарих пәні мұғалімі жұмысқа қабылдандым. Тәрбиеші жөніндегі орынбасары, оқушы жөніндегі орынбасарлық қызметтерінде болдым. 8-ші мектепте жұмыс жасадым. Содан кейін жалпы бұл тренерлік қызметке қалай келдім дейтін болсақ, мен директорлық курс оқыған кезімде өзімнің тренерім Төлеген Какимовичтің сабақ беру стилі, аудиторияны қаратуы маған қатты ұнады. Мен енді жас кезімнен бастап осы әкімшілік қызметте жүріп, өзімнің шығармашылық жағымды азайтып алғанымды білдім. Ал бұл тренерлік адамды үнемі дамытуға, шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік береді. Дұрыс айтасыз. Осы білім саласында 10 жылдық тәжірибеңіз бар. Осы жылдардың ішінде сіздің ұстаздық көзқарасыңызды бір толықтай өзгерткен жағдайлар болды ма? Менің ұстаздық көзқарасын түбегейлі өзгерткен бұл жаңартылған білім беру мазмұны деп айтуға болады. Өйткені осы жаңартылған білім беру мазмұны арқылы, мысалы қарапайым енді өзім бір жағынан тарих пәні мұғалімі болатын болсам, біз тарихи фактілерді, даталарды жаттауды, мазмұндауға мән беретін болсақ, ал жаңартылған білім беру мазмұнында біз талдауға, бағалауға, салыстыруға, көзқарасын білдіруге, интерпретация жасауға, яғни тарихи ойлау дағдысын дамытуға біз дағдыландырамыз. Яғни алған білімін өмірде қолданатын, функционалдық, сауаттылық дағдыларын дамытатын жаңағы жұмыстарды осы жаңартылған білім беру мазмұны арқылы келді. Қазір осы бағыттарда біз жұмыстарды жүргізудеміз. Жақсы, ағай, осы сіз тренер болып жұмыс жасап жүргеніңізде көп адамдармен жұмыс жасайсыз, Осы айтады, кейде білім беру емес, адамдармен жұмыс жасау қиын дейді. Сізде осы сабақ беру барысында тренерлік жұмыстарыңызды жүргізіп жатқан кезде ең күрделі бір аудитория болды ма бір? Өте жақсы сұрақ. Енді бұл жерде шынымды айтсам, өзім жалпы қанша былай енді андрогогика саласы ғой, тренерлік. Ересектермен жұмыс жасайсың. Егер де ересектерге сіздің беріп отырған ақпараттарыңыз маңызды, құнды болатын болса, олар көбірек алуға тырысады. Бірақ рет болды, мысалы, Астана қаласында профессорлық оқытушылар құрамымен 2 күн бойы мен айтыстым, себебі олардың қатып қалған қағидаты, ұстанымы, өздерінің дәстүрлі классикалық білім беруге қалыптасқан дүниесі жаңа нәрсені қабылдауға. Ол заңдылық, артынан әртүрлі тәжірибелік жұмыстар арқылы көзқарас, дәлел келтірген деген бар, ол кісілер мойындады. Менде ең бірінші сол болған, кедергі сол болды. Бірақ одан кейін болған емес, барлық аудитория уже жақсы. Мойындату оңай демейсіз ғой профессорларды. Алғашқы кезде міндетті түрде қашылықтар туындайды. Жақсы. Ағай, сізге осындай бір қызық сұрақ қойғым келіп тұр. Егер Бауыржан ағай осы сізге бір ғана әдісті қалдыру керек десе, қандай әдісті қалдырар едіңіз? Бір ғана әдісті қалдыр десе. Енді негізі бұл жерде ойланатын нәрсе, біріншіден бір ғана әдіске екінші, үшінші әдістер арқылы жетесің да. Мысалға сабаққа келетін болсақ, немесе бүгінгі жұмысыма келетін болсақ, мысалға мен үшін ең маңызды ол рефлексия деп айтар едім, бірақ рефлексия жасауға сол өте маңызды, өйткені рефлексия кезінде адам білім алады, мұғалім. Бірақ оған шейін соған дейін берілген фактологиялық білімдеріміз бар, олардың тәжірибеде қолданылуы бар. Ал ол информацияларды егер де мұғалім қарастырмайтын болса, ол қай кезде қалай рефлексия ойланады. Ал ойландыру үшін оның алдында белгілі бір қадамдардан өту керек. Сондықтан да мен бір ғана әдіс деп мен айта алмаймын. Дұрыс айтасыз. Ағай, Бауыржан ағай, осы сізді харизмасы бар тренер ретінде таниды көбісі. Қалай ойлайсыз, сізге осы харизмаңыз көмектесе ме, әлде кедергісін келтіре ме? Харизма сіз үшін құрал ма, әлде мінез бе? Енді ол әрбір адамның бойында харизма бола білмейді. Жалпы ол харизма адамдарды соңынан ерте алу, өзіне қарата алу. Ол белгілі, ол мысалға мен осы ғаламтор материалдарынан неден қараған кезінде, мысалға біздің
Мұхаммед пайғамбарды харизмалы деп айтады да, себебі қаншама адамды ерте алды деп. Енді мен де мектептен бастап өзім көпшілік ортада осындай аудиторияларда көбірек шыққаннан кейін мүмкін осы тренер ретінде де бір мен үшін бұл қалай айтсам болады, мен құрал ретінде ойланып көрмеппін. Бұл бір белгілі бір мінез сияқты. Бірақ құрал ретінде өзіңді егер дамытатын болсаң, белгілі бір аудиторияны қарату үшін харизма міндетті түрде болу керек. Сондықтан да бұл жерде құрал, мінез. Негізінен мінез туа бітті, адамның бойына берілетін белгілі бір мінез деп айтар едім. Кез келген адам бойында болмайды, бірақ оны дамытуға болады. Осы білім алып жүрген жастарымыз бар, бірақ кейде аудиторияның алдында болмаса өздері жаңағыдай сөз сөйлеген кезде, болмаса сабақ берген кезде өздерін сенімсіз сезінеді. Болмаса бір сөзбен айтқанда өзіне сенімсіз жастарға, бірақ білімді жастарға қандай кеңес бересіз? Мен мысалға өзім Майра Төлепбергеннің дикция деген курсынан өткенмін. Әр мұғалім дикциясы анық, нық сөйлейтін, кейбір дефектісі бар жастар болады, сол өзі соны қысылады да, жұрт маған басқаша қарайды деген сияқты өзіне сенімсіздік. Бірақ оған да уақыт бөліп дайындалып, анық сөйлеуге түрлі жаттығулар арқылы өзін айна қарап дайындалсын. Мен өзім айна қарап дайындалатын тұғымын. Сол арқылы бірінші шағын отбасының алдында сөйлей үйренсін. Одан кейін ненің алдында жаңағы сөйтіп қалыптастыруға болады. Негізі оған шын кіріссе, кез келген адамнан керемет сондай уақыт өте келе бәріне жетуге болады. Егер бүгін сізге қайтадан мамандық таңда десе, кім болар едіңіз? Осы ұстаздықтан бөлек. Ұстаздықтан бөлек негізі менің арманым емес, негізі менің мақсатым не болу болатын, композитор болу, ән жазу. Өйткені мен мектептен бастап ән жазып, сондай. Бірақ ол қалып қойған жоқ, мен қазір хоббиім. Мен қаншама 300-ден астам ән жаздым, қанша әншілер орындап жүр. Сондықтан ол мен бос уақытымда хоббиім шығармашылықпен айналысамын. Ол мен жұмысыма кедергі жасап атқан жоқ, қайта мені дамытуға шабыт береді. Сондықтан мүмкін композитор болу. Сіз бірнеше инновациялық бағдарламаларды әзірледіңіз. Бүгінгі білім беру жүйесіндегі ең қажет өзгеріс қандай деп ойлайсыз? Білім беру саласында енді мен жалпы бірнеше проектлерде бағдарламаларды әзірлеуге қатыстым. Әсіресе өзімнің пәнім бойынша қандай мақсаттарды алу керек, қалай оқыту керек, оны мұғалімдерге қалай жеткізу керек деген нәрселерге біз пәндік құзыреттілікті, методикаға көбірек назар аудардық. Бірақ бізде өзі Күллер мен Мишер айтады, пәндік, педагогикалық және технологиялық білім үшеуі толық ұштасқан кезде ол шебер ұстаз болады дейді. Бізде қазір педагогтарда пәндік педагогикалық білім ол біздің кеңестік білім беру жүйесін жақсы келе жатыр. Педагогикалық білім осы соңғы уақытта жақсы қалыптасып қалды. Бірақ енді технологиялық білім деген бар. Қазір білесіз, президентіміз жасанды интеллектінің сабақты да тиімді қолдану мәселелерін айтып жатыр. Сондықтан да сонымен қатар түрлі ақпаратты коммуникациялық технологиялар бар. Бірақ сол технологиялар пәндік білімді балаларға алуға жеңілдетуге, методикада жаңағы практикалық тәжірибе жасау кезінде, немесе әдіс тәсілдер қолданатын кезде көмекші құрал ретінде, оқу мақсатына жетуге қажет құрал ретінде қолдану керек, ассистент ретінде қолдану керек. Бірақ оған сен қойып жұмыс жасау үлкен қауіп. Қазіргі білім беру саласында ең алаңдататын сізді мәселе қандай, ағай? Мен алаңдататын мәселе осы жасанды интеллекті деп ойлаймын. Өте қатты мен үшін қорқынышты, себебі бізде белгілі бір әлі қарастырылып жатыр, нормативтік әртүрлі құжаттар. Қазір қай нәрсенің шынайы, қай нәрсенің жалған ақпарат екенін ажыратудан қалып бара жатырмыз. Ал оны ажырата алу үшін біздің балаларымызға осы жасанды интеллектімен жұмыс жасау, оны тиімді құрал ретінде қолдану дағдыларын дамытуға, және де этикалық мәселелер бар. Осы этикалық мәселелермен қатар академиялық адалдық мәселелерін біз осы кезден бастап балалардың бойына құймасақ,
ертең біз белгілі бір авторлардың жұмыстарын менің жұмысым деп жариялайтын түрлі тұлғалардың шығып кетуіне алып келуі мүмкін. Сосын мынау мошенничество дейді ғой, түрлі неге алып кетуі мүмкін. Және де мектептерде мұғалімдер өзі осы жасанды интеллектінің өзі дұрыс қолдануға үйренбесе, ертең жасанды интеллекті бізді басқарып кетуі мүмкін. Және де көптеген ақпараттарды біз, әсіресе қауіпсіздік, балалар жайлы ақпараттар, өзім жайлы ақпараттарды біз оларға құйып берген сайын, біз өзіміздің қауіпті құрал болуы мүмкін. Сондықтан да ақпарат берілетін ақпараттарда жеке мәліметтерді бермеуді мен сұрар едім жалпы мұғалімдерден де. Әріптестерімнің осы жасанды интеллект құралына қатысты айтатын сөздері, олар қорқады, жасанды интеллект мұғалімнің орнын басып кетуі мүмкін деп. Қалай ойлайсыз, осы жасанды интеллект мұғалімге қауіпті ме, әлде көмекші ме мұғалімге? Иә, мұғалім үшін шын айтсам өте керемет көмекші. Себебі бүкіл академиялық фактологиялық информация, фактілерді дер кезінде алуға, немесе егер мұғалім жағында жақсы фундамент болатын болса, түрлі сараланған тапсырмаларды қол құрастыруға, промпттар арқылы түрлі өзіне қажетті оқу мақсатына сәйкес видеолар әзірлеуге, уақытын үнемдеуге көп мүмкіндік береді, және балалардың шығармашылықпен айналысуына мүмкіндік береді. Сол жағынан көп көмекші. Сонымен қатар белгілі бір аналитикалық талдау жұмыстарын жасауға, мысалға үлкен ауқымды информацияларды біз жасанды интеллект арқылы жақсы аламыз. Мысалға сыныптағы білім сапасына қатысты мысалға мұғалімдер бізде талдау бар да, бірақ талдауды түсіндіру, интерпретация жасау бізде жетіспейді ғой. Ал жасанды интеллект бізге интерпретация жасап, қорытынды жасап бере алады. Біз ол информацияны аламыз, бірақ оны түсіндіре алмайға көп үлкен мағлұматтарды талдап қысқаша түсіндіріп бере алады. Күйзеліске ұшыраған кездеріңізде өзіңізді сондай күйзелістерден қалай құтқарып қаласыз? Иә, негізі бізде әсіресе 17, 18, 19 жылдарда өте көп курстар болды. Өте көп курстар, бірінен кейін бірі. Тіпті мен шын айтайын сізге, адамдардың түрін көруден шаршаған кездерім болатындығын. Сондай кезде мен үйде мультфильм көретіндігім. Өйткені телевизордың өзіне мен адамның бейнесін көргім келмей. Одан кейін барып балыққа кетіп қалатындығым. Кешке дейін бір балық ауламасам да қармақта суда отыру арқылы мен өзімнің шаршаған басатындығым. Бірақ кейіннен дағды қалыптасты ма, менде қазір ондай күйзелістер болмайды. Егер де белгілі бір не болатын болса, жаңағыдай шығармашылықпен күйзелістерімді ән арқылы немесе жаңағы өлең шумақтарын жазу, шығармашылық маған жалпы көмектеседі. Немесе бауырларыммен бірге саяхат жасау, солармен бірге жаңағы қыдыру, мен үшін отбасылық құндылық өте маңызды. Сондықтан да осы нәрселер. Жалпы адамды күйзелістен сақтайды, ол баланс қой. Баланс дегенде ол мысалға көлікті білесіз, балансировка. Ол балансировка жасатпаса ол апатқа ұшыратады. Дәл сол сияқты өмірдің де тепе-теңдігі бар да. Мысалға менің жұмысым менің бір ғана бөлігім. Менің отбасым бар, менің класстастарым бар, менің бауырларым, әрқайсы денсаулығым бар. Мен бірақ жұмысқа қатты беріліп, бірақ мен отбасымен араласпасам, немесе мен өзімнің денсаулығыммен айналыспасам, мен бір күні опырылып құраймын. Сондықтан да қазақ төрт қолаң тең болсын деген. Сондықтан да әрқайсысын тең ұстауға, барлығына белгілі бір басымдықпен өзіңнің ақсап тұрған салаң, мысалы денсаулық салаң ақсап тұрма, соны дамытпасаң сен, мен мысалға аурушаң адам болатын болса, мен жақсы тренер бола алмаймын ғой. Сонда бір-біріне ол байланыс, сондықтан да осының бәрі қатар ұстау керек. Барлығын баланста ұстау арқылы күйзеліске ұшырамаймын. Дұрыс, керемет ағай. Бүгінгі әңгімемізді түйіндей келе, болашақ мұғалімдерге қандай кеңес айтасыз? Мұғалім болайын деп жатырған, болмаса жас мамандарға қандай бір мотивациялық бір сөзіңіз болса? Иә. Енді бұл жерде бір нәрсені айтқым келеді. Жалпы мұғалім ол призвание дейді ғой, белгі, ол кез келген адам, ол мұғалім деген атауды алып жүру ол немес. Өйткені мұғалім ол ағартушы. Сондықтан да мұғалім тек үйретуші деңгейінде емес, мұғалім шабыттандырушы болу керек. Нағыз ұстаз ол шабыттандырушы. Мысалға мені шабыттандырған, мен мысалға өнерге де, осы басқаға да, бізде мектепте бала кезімде Ләйла Алмат деген 69 жылғы екеуі де музыканттар мектепке келді. Біздің бүкіл мектепті өзгерткен
осы екі жас маман болды. Түрлі үйірмелерге солардың қасынан шықпаймыз, түрлі жаңа әнді жазу болсын, басқа болсын, ол менің пәніме де басқама да пайдасы еді. Міне осындай бір мектепте түрткі болатын не болады? Екі адам. Адамға керегі мотивация. Тіпті мынау бізде жас мамандарға да үнемі мотивация беріп отырамын. Сенің қолыңнан келеді, сен мықтысың деп. Егер саған біреу мотивация бермесе, сен өзіңді өзің мотивация алатын, өйткені күтіп жүрмейсің ғой. Барлық адамға мотивация керек. Барлық адам кейде бір шаршайды да, сондай кезде егер де сырттан мотивация бермей өз-өзінен күйзеліске түспей, өзіңді мотивацияға толтыратын көбінесе мен кітаптар оқимын, аудиокнига кітаптар, өзі мотивациялық кітаптар бар. Сол арқылы өзімді қайтадан қаруландырып, жігерлендіріп, дайын әрдайым толықтырып отырамын дейді. Сондықтан да жастарға айтарым сол, балаларды мотивация беріп, шабыттандырып отыру керек. Жақсы, рахмет ағай. Бұл кездесу білімге жаңаша көзқарас қалыптастыратын, ой салатын тағылымды сұхбат болды деп ойлаймын. Ағай, телестудиямызға келіп сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымыз шексіз. Бүгінгі сұхбат жас мамандар үшін де, мұғалімдер үшін де үлкен пайдалы болды деген ойдамын. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге Жарасқан Әбдірашев атындағы номері 62-ші мектеп лицейінің телестудиясының жүргізушісі Жақсылықова Гүлсезім Сұлтанқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.